58-ші сабақ сөйлем мүшелерінің байланысы. 29-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Мен Астана қаласының кішкентай тұрғынымын. Астана өте әдемі. Қалада неше түрлі ойын-сауық орталықтары бар. Сәулетті ғимараттар өте көп. Өскенде туған қаламның өркендеуіне өз үлесімді қоссам деймін. Сызба арқылы сұрақ қойып, өзара байланысқан сөздер тобын тап. Мен Астана қаласының кішкентай тұрғынымын. Сызба арқылы сұрақ қоямыз. Мен кім? Ненің Астана қаласының кішкентай қандай тұрғынымын? Кімімін? Сөйлем мүшелері мағынасына қарай өзара байланысып айтылады. Олардың байланысы сұрақ қою арқылы анықталады. 30-шы жаттығу мәтінді көркем жаз. Астана еліміздің ордасы. Маған өз қалам өте ұнайды. Астана қаласы күн сайын көркейіп өсіп келеді. Сөйлемдегі сөздердің байланысын тап. Мына сызбаға қай сөйлем сәйкес келетінін айт. Яғни бұл сызбаға Астана қаласы күн сайын көркейіп өсіп келеді сөзі сәйкес келеді. 31-ші жаттығу сызба бойынша тиісті сөйлем мүшелерін тауып жаз. Төменде сызбалар берілген. Қазір осы сызбаларға сәйкестендіріп біз сөйлемдер жазуымыз керекпіз. Бір сызықпен сызылғандар бастауыш, екі сызықпен сызылғандар баяндауыш. Ал ирек сызықтармен сызылғандар бұлар тұрлаулы мүшелер. Бірінші сызбада мен оқушымын, екінші сызбаға мен сабаққа бардым, ал үшінші сызбада мен бестік баға алдым. Яғни сөйлем мүшелері бастауыш, баяндауыш және тұрлаулы мүшелер арқылы байланысып тұр. Тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжа. Сонан соң өлеңді оқы. Құрылысшы: қолда темір қалағым, саздан сарай қаладым, Алматыдан аумайтын әсем қала саламын. Көңіл қойып оқысаң, екі жолдан тұратын мақал шығады. Сол мақалды тауып жаз. Ақыл жастан шығады, асыл тастан шығады. Суреттегі зат атауларының алғашқы әріптеріне сөз құрап оқы. Балалар, міне төменде суреттер берілген. Піл, яғни П әрпі парта, жіп, Ж әрпі жастық, радио, Р әрпі ракета, алма, А әрпі асық, мысық, М әрпі мылтық, инелік, И әрпі ине, доп, Д әрпі домбыра, Ай, А әрпі аққу. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.